Балықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен English Plus 9-шы сынып Students Book 92-ші беттегі жаттығуларды жалғастыратын боламыз. Алдыңғы видеода 1 мен 5 аралығын жасадық, ал бүгін 6 мен 9 аралығын жасайды екенбіз. Бірден 6-шы тапсырмаға көшейік. Exercise 6. Listen to Dave talking about his plans and answer the questions with full sentences. Бұл жерде сіздер listening тыңдайсыздар Дэйв туралы және астындағы берілген сұрақтарға жауап береді екенбіз және бізге мысал ретінде сұрақпен жауап беріп қойған екен. Бірден бірінші сұрақтан бастайық. How long is he going to spend there? Ол жерде қанша уақыт өткізеді? He is going to spend 1 week there. Ол жерде бір апта өткізеді. Who is he going to travel with? Ол кіммен бірге саяхаттамақшы? He is going to travel with Charlie. Ол Чарлимен бірге саяхаттамақшы. Where are they going to stay? Олар қай жерге барады? Олар қай жерде тоқтайды? They are going to stay in a 3-star hotel. Олар 3 жұлдызды қонақ үйге орналаспақшы, сол жерге тоқтайды. Where is he going to swim? Ол қайда жүзеді? He is going to swim in the pool. Ол бассейнде жүзеді. What sport is he going to try? Ол қандай спорт түрімен айналыспақшы? He is going to try diving. Ол суға түспекші, diving дегеніміз судың астына арнайы эквипменттерді киіп, судың астында жаңа балықтарды көру, мұхит теңіздің астын қарау деген сияқты спорт түрін айтады екенбіз. Және соңғы сұрақ. How are they going to travel there? Олар сонда қалай саяхаттайды? They are going to travel there by coach. Олар ол жақта жаттықтырушымен барады екен, дайвинға. Мұны осылай жауап береді екенбіз. Оң жақта әдеттегідей жауаптары берілген, жазып алыңыздар. Exercise 7. Read Susie's email, then write affirmative and negative sentence using be going to. Susie'дің емейлін оқиды екенбіз, және біз affirmative sentence пен negative sentence жасау керек екенбіз. Хабарлы сөйлем және де болымсыз сөйлем жасаймыз. Бірден жауаптарына көшейік және аударып шығайық. Ішін өздеріңіз оқып алсаңыздар да болады. Susie isn't going to have a skiing holiday. Яғни Susie шаңғы тебу мерекесін өткізбейді. Бармайды оған, She isn't going to fly to Rome. Ол Римге ұшпайды. Her brother is going to travel with her. Онымен бірге ағасы жолға шығады. They are going to visit some galleries. Олар галереяларға бармақшы. And they aren't going to go to any museums. Олар ешбір мұражайға бармайды. Susie is going to take Mark to the shop. Susie Маркты дүкендерге апармақшы екен. Яғни бұл сөйлемдерді біз қалай құрап шықтық? Біріншіден айтып отыр бізге be going to-ді қолдан деп отыр. Оны біз қолданып отырмыз. Яғни be going to-дің жаңағы болымсыз сөйлемде қалай жасалады, хабарлы сөйлемде қалай жасалады, әрине be дегеніміз ол to be етістігі. Бұл жерде Susie болғандықтан оның ағасы деп отырмыз, үшінші жақта айтып отырмыз, сол себептен is қойып шықтық мұнда. Ал мына жерде көпше түрде болғандықтан are-ны қойып шықтық. Ол ережені білетін шығарсыздар. Ары қарай going to-ді қояды екенбіз және ары қарай етістіктің өзін қояды екенбіз. Be infinitive дейміз немесе. Және де тапсырманың өзінде керек сөздер бізге берілген екен. Яғни осы сөздерді алдық және осы тұрған be going to-ға қойдық та дайын сөйлем қылып жаздық. Exercise 8. Work in pairs, ask and answer questions to check your answers to exercise 7. Енді қараңыздар. 7-ші тапсырмада текстке қараймыз және осы жерден біз сұрақ құрастыру керек екенбіз, және де жауабын беру керек екенбіз. Бірден жауаптарына қарайық. Мысал ретінде бізге берілген. Is Susie going to travel abroad in April? Yes, she is. She is going to visit Paris, дейді. Яғни, Susie сәуірде шетелге саяхаттайды ма? Саяхаттайды, ол Парижге барады, дейді. Яғни, осы секілді біз тексті пайдалана отырып сөйлемдер құрау керек екенбіз. Ары қарай кеттік. Келесі сөйлем. Where is Susie going to go? She is going to Paris. Susie қайда бармақшы? Ол Парижге бармақшы. Who is she going to travel with?
She is going to travel with her brother Mark. Ол кіммен саяхаттамақшы? Ол ағасы Маркпен бірге саяхаттамақшы. Is she going to visit museums? Ол мұражайларға барады ма? No, she isn't. Жоқ, бармайды. She doesn't want to go to museums. Ол мұражайларға барғысы келмейді. What is Mark going to do in Paris? He is going to visit art galleries. Марк Парижде не істемекші? Ол өнер галереясына барады. And is Mark going to go shopping? Yes, he doesn't mind shopping. Марк дүкенге бармақшы ма? Я, ол шопинг жасауға қарсы емес дейді. Міне осылай біз сұраулы сөйлем жасаймыз және оның жауабын береді екенбіз. And last exercise, соңғы бізде жаттығу. Imagine you have booked a dream holiday. Ask questions and find out about your partner's plans. And write sentences about plans for a weekend trip in your area. Бізде айтып отыр, бірінші біз өзіміз армандаған бір саяхатқа байланысты бір тапсырыс берейін деп отырмыз. Және де сұрақтар қоюымыз керекпіз, және де серіктесімізбен бірге ол туралы жоспарлап жауабын беру керекпіз. Және соңында өзіміздің аймаққа демалыс күндеріне жоспар жасауымыз керек. Яғни өзіміздің тұратын осы Қазақстандағы өздеріңіздің тұратын аймақтарыңызға байланысты жоспар жасайсыздар. Енді бізге айтып отыр, how long, who, what, where, when, how much-ты қолдан деп отыр. Бірінші бізде how-ды уже қойып қойған екен. How are you going to get there-ны қойып қойыпты. I'm going to travel by plane дейді. Енді біз ары қарай how long-нан бастап сұрақ жасап жауаптарын беріп шығайық. How long are you going to stay? I'm going to stay for 2 weeks. деп жауап бересіздер. Яғни қанша уақыт боласың дейді. Мен 2 апта боламын ол жақта. Who are you going to travel with? Сен кіммен саяхаттамақсың? I'm going to travel with my best friend. Мен ең жақын досыммен саяхатқа барамын. What are you going to do there? Ол жақта не істейсің? I'm going to visit famous landmarks, try local food and relax on the beach. Мен әйгілі көрікті жерлерге барамын, жергілікті тағамдарды жеп, жағажайда демаламын. Where are you going to stay? I'm going to stay in a 5-star hotel near the beach. Сен қай жерде тұрасың? Сен қайда тұрасың немесе? Мен жағажайға жақын 5 жұлдызды қонақ үйге орналасамын. When are you going to leave? Қашан кейін қайтасың? I'm going to leave next Saturday. Мен келесі сенбі кетемін. How much is a trip going to cost? Сапар қанша теңге тұрады? Қанша тұрады? It's going to cost around $1,500. Ол шамамен $1,500 тұрады. Міне осылай, яғни сұрақ жасайсыздар, жауаптарын бересіздер. Осы арқылы, яғни өздеріңіздің қалай айтсақ болады, елестеткен саяхаттарыңызға жоспар құрады екенсіздер. Ары қарай енді бізге келесі тапсырма берілгенде, жаңа айтып өткеніміздей, өзіңіздің аймағыңызға саяхатқа байланысты жоспар құру керек. This weekend, I'm going to visit a national park near my city. I'm going to travel by car with my family. We are going to hike in the mountains, have a picnic, and take photos of nature. In the evening, we are going to have dinner at a local restaurant, and I think it's going to be a great trip. Осы демалыс күндері мен өз қаламның жанындағы national дегеніміз ұлттық саябаққа барамын. Мен отбасыммен бірге көлікпен барамын. Біз тауға серуендеуге, пикникке шығуға және табиғатты суретке түсіруге барамыз. Кешке біз жергілікті мейрамханада кешкі ас ішеміз, және де ол тамаша сапар болады деп ойлаймын. Міне осылай сіздер қысқа нұсқа жоспар жасау керексіздер. Кішкене өзгертсеңіздер де болады тұратын жерлеріңізге байланысты. Біз сіздермен тапсырмалардың барлығын аяқтадық. Каналға тіркеліңіздер, сау болыңыздар.